Алпсоқ арнасына бір-екі сұхбат ала кетсек. Қазір Ақтау қаласындамыз. Найза турнирі өтеді. Ақтау қаласына неге келдің, қандай жоспармен келдің, сол туралы айта кетсең. Алейкум ассалам. Ақтауға бізден мерген клуб залынан бізде поисқа түседі, Бердібек Сираж. Соған секундант болып астына көмектесуге келдік. Қазіргі жоспар қалай? Басты жекпе-жектердің бірі ғой. Қазіргі болатын ба? Енді по плану болса жақсы ғой. Постоянно біз ойлағандай болмайды ғой. Енді тек жеңіс үшін келдік қой жалпы. Бүгін найзада мынандай қызық болды ғой. Бұрын найзада вообще Қазақстанның лигаларының барлығында, үш лигаларда салмақта келісіп алу, және 1-2 килограмм жасамау, қарсыласымен келісіп гонорарына кішкене алу, кішкене немқұрайлық болды. Соның өзінде балғын жеңешілі бүгін 1,5 килограмм үшін қарсыласымен келісіп тұрса да, лига ондай разрешение келісім бермеді. Өте профессионалды қарау. Бұл сол туралы айта кетсең. Ол жағынан енді найза лига дұрыс. Ол лиганың өзінің конкретный жұмысы солай болу керек. Ол жерде лига шешеді, біз ештеңе шешпейміз. Бізден тек салмақ ролын жасап, бойға шығу болды. Ол жағынан дұрыс. Өткенде Болат Заманбекпен жекпе-жек қалай болғанын барлығымыз көрдік. Содан кейін не болды, сол туралы айта кетсең. Өткен соңғы жекпе-жегімде енді бәрі негізі басынан бастап біз ойлағандай кетті. Салмақты да жақсы қойдық, жақсы дайындалдық, жақсы бойда жақсы демалып тұрдық. Просто бір ошибка болды, сол қате болды. Сол қатенің енді кесірі тиіп кетті енді. Атак 5 раунд төгісуге дайын болдық. Енді осы жайлы айтқым келді. Болатқа да мысалға көп хейт жазып отыр ғой. Болат өзіміздің тоже бауыр қазақ қой. Оған ондай жаман нәрселер жазып керек емес деп ойлаймын. Ол жерде сол жерге шыққан адам түсінеді да оны. Басына соққы болды. Енді ары қарай туыс ала ма, туыс алмай ма, ол өзі шешеді ғой. Бірінші очередь денсаулық. Сол Болат бауырыма көп хейт жазбаңдар деп айтқым келді. Так ол спорт чисто. Болашақта жоспар жайлы осы екінші реванш бола ма деген сияқты. Енді біз хабар күтіп отырмыз жалпы. Бізге не айтады, лига не айтады. Атак қазір біз дайынбыз. Хоть август болса да дайынбыз. Лига гонорарды қалай өрт жеңіліп қалған ретінде берді ма әлде саған? Мен жеңілген тек выход қалдым ғой. Тек шығатын гонорарды алдым. Болды. Басқа ешқандай қосып? Жоқ, басқа ештеңе алған жоқ. Бұл туралы Нұрбек Қарабаламен өзіңіз сөйлестіңіз бе? Президент. Жоқ, мен ешкіммен сөйлескен жоқпын жалпы бұл туралы. Осы бойдан кейін 3-4 күн сотқа ұстағанда жоқпын. Білмеймін не болатынын, қалай болатынын. Ол жерде сен жеңіп келе жатырдың оған дейінде. Өзің жеңіп тұрдың деп сол сәтте өзің сезіндің. Жеңіп тұрып жеңіліп қалдың ғой былай айтқанда қолдан. Бұрын жеңілістерді талай адам көріп жүр ғой. Бұндай қандай өзің? Мен өзім қандай көңіл күйің қалай болады? Көңіл күйім енді сол 3-4 күнде болмады жалпы. Ешкіммен сөйлескен жоқпын, сотқа ұстаған жоқпын, просто ішім ашитын 2 ай дайындалдым да. 2 ай питание ұстадым, режим ұстадым, пахать еттім. А так ол жерде мен өзім жеңілдім деп санаған жоқпын. Өздеріңіз көргендей, сол аренадан шыққанда құттықтап шығарды бәрі мені. Атырауға келгенде де құттықтап, вообще ешкім бір адам бір жаман сөз жазып көрген жоқ. Сен оттың деп. Мен бәрі көрді ғой. Бірақ енді солай болып қалды. Ары қарай тоже не болатынын да білмейміз ғой. 3-ші раунд, 4-ші раунд, бірақ мен сол уақытта конкретно ашылдым да өзім. Сен қашанға дайын боласың өзің? Август. Августке. 2 айдың ішінде жасай аламыз. Рахмет. Сосын кеше бір ситуация болды да, Алашбай айтты. Дәл сондай көрген шығарсың, иә? Көрдім. Бірақ ол жерде балық снять еткен жоқ. Бұл туралы яғни найза мен Алашбай. Енді Алашбайда болған, ол Алашбайда болды, найзада болған, найзада болды. Ол жерде лига емес қой. Ол жерде адамнан ғой. Мысалы Рүстем, ол бәрі біледі, оның характерный жігіт екен. Ол 3 раунд ұтылып жатса да шығып төбелесті ғой. Ол жерде тек правила емес, ол жерде кішкене андай да бар ғой, мысалы еркектік кішкене қасиет, намыс бар деген сияқты. Сол үшін де балық снять еткен жоқ та мысалы. Білем. Ол енді дисквал болғанда жақсы болатын еді негізі. Просто атак поражение жазылып тұр, тоже ұтылмағасын. Ол қағаз бойынша қалады да, ертең басқа лигаға барсаң да ұтылдым деп санаған жоқпын конкретно. Келесі бойда көрсетеміз ғой, одан да жақсы қателерді түзеп.
сол Болат Заманбек өзіңе қиындықтар туғызды ма? Басқа тактикалық тұрғыда сен оны барынша бақылап, еркін күшпен дайындалып шықтың мен ғой. шынымды айтайын, Болатқа тактически дайындалған жоқпын. Мен қалай келеді, бой солай төлесем деп ойлаймын. Неге десе, маған бәрі күреске келеді. Чисто күресет менімен бәрі. А менде тек защита ғой, ары қарай стойка. Именно Болатқа мен дайындалған жоқпын вообще, тактически. Бой қалай келеді, солай төлесем деп. А так бойда білмеймін, ештеңе сезген жоқпын мен. Мен өзіме уверенный болдым негізі. Оның алдынан бері балдарға да айттым. Өзімді білгесін айта аламын да, біреудің күресі өтеді, өтпейді деп. Пока что біреудің күресі өтеді деп айтатын ешкім көріп тұрған жоқ. Өзің салмадың. Иә, өзім салмадым. Тамаша. Бұрын бізде мынандай көзқарас болатын енді жауынгерлер. Қазақ болса мен шықпаймын, осындай бауырымыз деген сияқты. Өзің бастадың, басынан бастап үлкен вызовтар тастадың. Ол спорт қой бұл, спорт бұл жерде. Енді осы жерден қазақтар шығады да, уже басқа елге уже мықтысы шығу керек қой. Сол үшін өзара төбелеседі. Оған көзқарасым жақсы былай. А так былай иностранецтар нелер болса жақсы. Ол да жақсы. Иә, оларға басқа настрой ұстайсың. Просто бір жаманы қазақтарға настрой ұстай алмайсың. А басқа адамдар болатын болса, басқа елдің оларға уже кішкене басқаша дайындалып шығасың. Өзің күресің біраз көтерілген біз көрдік. Защитаға жақсы екеніңді, еркін күштің себебі бар екен. Сол еркін күштің ішінде әсіресе өзің спарринг партнер сияқты кім болды сенің салмағыңды жобаласып? Маған спарринг партнер еркін күште көп 57-те. Бірақ основной енді Бағдат Жұбаныш, Альбей Идрис, тағым бар. Диас Еренғайыпов келді сол уақыттары. Тоже 57 мықты балдар көп онда, 61, 57. Иә, ол сан бір-бірінен асқандар мықтылар көп. Әлі профқа шықпағандар. Иә, сол еркін күштен өстік қой. ММА жағынан. Тамаша. Келесі сәттілік жекпе-жектер алды. Чемпион бол. Рахмет.